16-да 5-ші есеп. Комплекс санға түйіндес санды не істеу керек? Табу керек. Егер z a плюс b i болса, онда оған түйіндес комплекс сан a минус b i болады. Яғни, жорамал бөлігінің таңбасын қарама-қарсыға өзгертеміз, ал нақты бөлігін сол күйінше жазамыз. Онда бірінші комплекс санның түйіндес комплекс сан, бірінші комплекс санға түйіндес комплекс сан түбірастында 3 плюс түбірастында 2 i болады. Екінші есепте минус түбірастында 2 өз жазылады, ал мынау минус 3 түбірастында 3 i, яғни жорамал бөлігі таңбасын қарама-қарсыға өзгертеді. Келесі есептің жауабы осы түрде болады. Мынау комплекс санда нақты бөлігі 0-ге тең, жорамал бөлігі минус 4 түбірастында 2 i-ға тең. Онда бұл комплекс санға түйіндес комплекс сан жазу үшін біз мынау жорамал бөлігін қарама-қарсы санға, яғни плюс қылып не істейміз, өзгертеміз. 4 түбірастында 2 i болады. Алдындағы 0 жазбай қойсақ болады. Мынау комплекс санда нақты бөлігі минус 5 түбірастында 2, ал жорамал бөлігі керісінше 0-ге тең болып тұр. Онда бұған түйіндес сан минус 5 түбірастында 2 алынған 0 көбейтілген i болады. Ал 0-ге кезген санды көбейткенде 0 болғандықтан оны жазбай қойсақ болады. Яғни нақты санның түйіндес саны сол нақты санның өзі болады. Келесі 16-да 6-шы есеп. Бұл жерде де кестені толтырар кезде біз берілген комплекс санның түйіндес санын істеуіміз керек, жазуымыз керек. Енді бірінші комплекс санның нақты бөлігі 1 плюс түбірастында 3-ке тең, жорамал бөлігі минус түбірастында 2 i-ға тең. Онда бұған түйіндес сан 1 плюс түбірастында 3-тің өзін жазамыз. Минус түбірастында 2 i-дың орнына плюс түбірастында 2 i дейміз. Келесі комплекс санда да тура осы амалды қолданамыз. 3 плюс 5 түбірастында 2-нің өзін жазамыз. Минус 4 түбірастында 3 i-ды плюс 4 түбірастында 3 i деп жазамыз. Келесі комплекс санға түйіндес санды не істеуіміз керек, жазуымыз керек. Нақты бөлігі минус 4, соны өзін жазамыз. Ал жорамал бөлігі минус жақшаның ішінде 1 минус түбірастында 2 болып тұр. Онда оған қарама-қарсы сан плюс жақшаның ішінде 1 минус түбірастында 2 болады. Сонда бұл комплекс санның түйіндес саны міне мынау болады. Келесі комплекс санның түйіндес саны минус 2 түбірастында 3 нақты бөлігі өзі жазылады. Жорамал бөлігінің таңбасын қарама-қарсыға өзгертеміз. Келесі комплекс санда нақты бөлігі 0-ге тең, жорамал бөлігі жақшамен беріліп тұр. Онда бұл комплекс санға түйіндес сан минус жақша 1 минус 4 түбірастында 2 i болады. Егер минус жақшаның ішіне кіргізіп жіберетін болсақ, 4 түбірастында 2 минус 1 i деп жазуымызға болады. Келесі комплекс санда жорамал бөлігі 0-ге тең. Бұл тек қана нақты бөліктен тұратын комплекс сан. Онда оның түйіндесі осы минус 5 түбірастында 2 плюс 2-ге тең. Қосылған 0 көбейтілген i-дың таңбасы плюс болсын, минус болсын, бәрі 0 кетеді. Келесі 16-да 7-ші есеп. 16-да 7-ші есепте комплекс санға түйіндес комплекс санның модулін табыңдар дейді. Бірінші түйіндес санды тауып аламыз. 2 минус 5 i комплекс саны түйіндес сан, ол 2 плюс 5 i болады. Бұл санның модулі тең болады түбірастында 2-нің квадраты плюс 5-нің квадраты. Яғни нақты бөлігі мен жорамал бөлігінің квадраттарының қосындысын түбірге аламыз, квадрат түбірге. Түбірастында 4 плюс 25 тең түбірастында 29 болады.
Келесі екінші есепте бізде z тең минус 4 минус 2i, онда оның модулі минус 4 плюс 2i болады. Бұл комплекс санның модулі, мынау түйіндесі минус 4 плюс 2i болады. Бұл комплекс санның модулі минус 4-тің квадраты плюс 2-нің квадратына тең. Ол туғрасында 20-ға тең. 16 қосылған 4. 20-ны туғрасында 4 көбейтілген туғрасында 5 деп, туғрасында 4-тің орнына 2-ні жазуға болады. Яғни 2 туғрасында 5. Үшінші есепте берілген комплекс санға түйіндес сан минус туғрасында 5 минус i көбейтілген туғрасында 3 болады. Оның модулін табамыз. Минус туғрасында 5-тің квадраты қосылған минус туғрасында 3-тің квадраты. Яғни нақты бөлімен жорамал бөлігі. Бұл тең туғрасында минус туғрасында 5-тің квадраты 5-ке тең болады. Мынау 3-ке тең болады. Яғни туғрасында 8. Немесе бұны 2 туғрасында 2 деп те жазуға болады. Келесі төртінші есепте берілген комплексқа түйіндес сан минус 2 туғрасында 5 минус i туғрасында 3-тің орнына плюс i көбейтілген туғрасында 3 деп жазамыз. Бұл санның модулі мына түрде табылады. Бұл тең минус 2-нің квадраты 4 көбейтілген 5 қосылған туғрасында 3-тің квадраты 3, сонда туғрасында 23-ке тең болады.